қазір біздің өздеріңізге дайындаған қызықты материалымыз бар. Бұл жерде аспаз балалар тағам дайындайтын болады. Бірге көрейік. Қатты баспай, мұны қолдың алақанымен, мына жағымен ғана. Балаңыз ұқыптылыққа, жауапкершілікке бейім азамат болып өссін десеңіз, бір мезгіл ас әзірлеуді үйретіңіз. Осылай деген Әсел Бектемісова балаларға астың түр-түрін үйретіп жүрген маман. Балаларды жастайынан, кішкентайынан осы еңбекке, тамақты жасауға, ата-аналарға көмектесу деген осындай қабілеттерді арттыру үшін мен осы балалармен осындай мастер-класстар өткіземін. Өзіме өте ұнайды. Балалардың бәрі жақсы, барлығы талантты. Аспаз Әсел Бектемісованың шеберханасында инде шаншыр орын жоқ. Қолдарына пышақ, оқтау ұстаған бүлдіршіндер өздерінің сүйіп жейтін пиццасын әзірлемек ниетте. Мен бауырсақ, пицца және әртүрлі тағамдар жасай аламын. Бұл жерге пицца әзірлеуге, оны жасап үйренуге, сосын осияқтың күштілігіне көруге келдім. Егер үйде балаңыз ас бөлмеге кіріп үлкендермен жағаласып тамақ жасаса, ондай кезде балаға секіп ұрсудың қажеті жоқ. Балаларды жаймен жай ұрыспау керек. Ұрсу деген ол дұрыс емес. Мысалы, менің орталығымда курсында, мастер-класста мен балаларды ұрыспаймын. Мүлдем ұрыспаймын. Сындырып қойса да бірдеңкені жыртып қойса да балаларға ұрсуға болмайды. Жаймен бәрін түсіну керек. Оқтау мен қамыр илеу арқылы баланың моторикасын дамытуға болады. Сонымен бірге астың қадірін біліп өспек. Осы арқылы баланың қиялын дамытып, ысырапшылдықтың алдын аласыз.